34 жасар Гүлзира қатерлі дертке шалдыққандардың бірі. Біз Гүлзираны әлеуметтік желіден көрдік. Қиын ем шаралардан өткеніне, тірі жүрген әр күн үшін арпалысып жүргеніне қарамастан, жігері мұқалмағанына сүйсіндік. Ақтау қаласының тұрғыны Гүлзира Төребаева 2019 жылдың маусым айында денсаулығы нашарлап ауруханаға түскен. Оған дейін ауырып көрмеген ана үшін бұл тосын сынақ болды. Ондағы дәрігерлер асқазан жарасы деген диагноз қойып, Гүлзираны үйіне жібереді. Ақтау қаласына оралғаннан кейін Гүлзираның тағы да дерті қозып, аяқ асты ауруханаға жеткізіледі. Оны дәрігерлер өз бетінше тексерместен, асқазан жарасы деген алматылық дәрігерлер жазып берген анықтамаға сүйеніп, тексерістен өткізеді. Нәтижесінде бауыр сепсисі диагнозын қойып, бірден ота жасалынады. Отадан кейін халі жақсарады. Алайда біршама уақыттан кейін қайтадан ауруы асқынып, жеке клиникаға барады. Ондағы мамандар қатерлі ісікке шалдыққанын және көп уақыт жоғалтып алғанын жеткізеді. Өкініштісі сол, 4-ші дәрежелі қатерлі ісікке душар болған Гүлзираға дәрігерлер үміт сыйлай алмайтынын айтады. Көңілге қаяу түсіретін жайтты естісе де, Гүлзира еш мойымай өмір үшін күресуге бел буады. Қазірде Гүлзираның әлеуметтік желілерде жүргізген парақшаларында сүйіп оқитын, қолдайтын өз оқырмандары бар. Онда кейіпкеріміз қазақ әйелдердің дер кезінде дәрігерге тексерілуге және барды бағалауға шақырады. Мені ұстап қалған арман. Мен осы уақытқа дейін армандаған жоқпын, потому что бәрі жанымда болды, балам да болды, балашам да болды. Мен, например, үйім жоқ болса да, үйді армандаған емеспін осы уақытқа дейін. Басым аман болсын. Бәрі болады, иншалла, менің балам ертең баламыз президент болады, баламыз біздің депутат болады. Сондай арманмен де қазақпыз ғой. Білуімше сіздер пәтер жалдап тұрасыздар, Ақтаудан Алматыға келдіңіздер. Қазір Алматыда пәтер жалдап тұрасыздар. Ақтауда да солай. Саят бұл кісінің өзінің бір арманы бар, айтқан сөзі бар. Пәтер алғым келеді деп. Бағана үйлі болғым келеді деп. Енді ол әрине арманым, өйткені мен кейінгі енді ұрпағымды далада қалдырып кеткім келмейді. Мен айтқым келеді осы жерде. Баспаналы болам деген арманыңыз орындалсын, тезірек орындасын. Бүгінгі эфирді көріп отырған жүрегінен мейірім кетпеген жанашыр жандар қалыс қалмай, көмек қолын созарына сенеміз. Енді студиямызға Харекет қайырымдылық қорының Нұр-Сұлтан қаласындағы ресми өкілі Ақтөре мырзаны шақырсақ. Ақтөре мырза, студияға өтсеңіз. Ассаламалейкум баршаңызға. Осы бір әдемі берекелі ортада қауыштырған Аллаға сан шүкіршіліктер болсын. Енді біз Харекет қайырымдылық қоры 3 жыл болды жұмыс істеп келе жатқанымызға. 400-ден аса отбасына, мұқтаж отбасына баспанамен қамтамасыз еттік. Негізгі мақсатымыз сол, әр қазақ баспаналы болса деген. Енді 3 жылдың ішінде біз аралаған мұқтаждардың ішінде қаншама тағдырлар бар, қаншама тағдырын тәлкегіне түскен, сынаққа сынып қалып жатқан кісілер бар. Керісінше сынақтары мойымай, алғарай ілгері жылжып, тіршілігін дөңгелетіп алып кетіп жатқан кісілер бар. Енді Құдай тағала сынақ берсе, әрбір адамға өлшеп береді. Көтере алатын сынақ береді. Осы пендем көтере алатын шығар. Дегенмен әр сынақтың артында, әрбір қиындықтың артында үлкен бір қайыры, үлкен бір жақсылығы бар. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады, жаңағы бастарыңа қиыншылық келсе, артынан жақсылығын күтіңдер дейді. Сондықтан Гүлзира тәтемізге, ағамызға Алла қуат берсін. Мына ұрпақтарыңыз Құдай қаласа ел сыйлайтын, елді сыйлайтын үлкен азамат болсын. Осы өзіңізден қаншама жастар, қаншама ұл қыздар, бауырларыңыз үлгі алып жатыр. Осы бір сіздің жігерлігіңіздің, қайрат күшіңіздің осы тасып тұрғандығынан қаншама жастарға үлгі болып жатырсыз. Енді біз текке келмейміз ғой. Бір қуанышпен келсек, бір халықтың аманатын арқалап алып келсек, бізге халық 500 теңге, 1000 теңге садақасын салады, жомарттығын танытып жатыр. Қазақ бар жерде береке бар, қазақ бар жерде мейірім табылады, қазақ бар жерде жылулық табылады. Сондықтан мен осы бүткіл халықтың бүгінгі аманатын мен табыстасам деп жатырмын. Жақсы. Осы Гүлзира анамызға, ағамызға, екі бірдей бүлдіршініне бір кезекті Харекет қайырымдылық қорының 417-ші баспанасын ұсынсақ деп жатырмыз. Мінекей. Осы тосын сый, сюрприз құтты болсын. Харекет қайырымдылық қорының кезекті баспанасы. Осы баспанада ұлдарыңыз ер жетіп, қыздарыңыз бой жетсін бұйырса. Мінекей, енді армандар орындалады. Баспана құтты болсын. Қоныс тойда жолығайық енді. Гүлзира, сіздерге қуаныштымыз.
Мінекей мына азаматтардың істеп жүрген тірлігі өте керемет. Біздің бүгінгі хабарымыз ойлаған да жоқпын. Мен тіпті ойымда да болған жоқ бұндай. Мен тек адамдарға жігерлендіріп, жаңа сенбей жатқан адамдарға айналайын тұрмын ғой, мен аяқта жүрмін ғой, сен де тұр, неге жатсың деп айтқым келіп келген. Сондықтан деген тіпті ойымда болған жоқ. Құтты болсын. Алла разы болсын. Құтты болсын. Мен 15 жыл болды квартирада жүрген, мен өмірі көрмеппін. Алланың қалауы болады ғой. Тәңірден бұйрық келмей, жапырақты үзіліп жерге түспейді. Осы сынаққа мойымай, қайрат жігеріңіздің мұқалмағандығына Аллахтың берген бір қайыры шығар. Құтты болсын тағы да. Құтты болсын, қайырлы болсын. Іші жаңа сырты малға толсын дейміз. Жаңа үйлеріңіз енді осы жігіттерге алғыс айтқымыз келеді. Себебі асар деген ұғым бар, мейірімділік деген нәрсе бар. Осының нақты көрінісі енді Гүлзира. Құтты болсын үйлеріңіз.